Барлығыңыз простата безі туралы білесіздер. Бұл ер адамдарда зәр шығару қуығының жанында орналасқан кішкентай без. Әйелдерде ол жоқ. Простата безінің қалыпты көлемі немесе негізгі көлемі шамамен 25. 35 жасқа дейінгі ер адамдардың көбінде простата безінің осындай көлемі болады, және оны әдетте бадамның көлемі деп атаймыз. Егер салыстырсаңыз, ол бадамның көлемінде 35 жастан кейін кейбір науқастар немесе кейбір адамдардың простата безі өсе бастайды. Бұл жағдайды қатесіз простатикалық гиперплазия деп атайды. Сондықтан простата безінің үлкеюі 35 жастан кейін болуы мүмкін. Оның клиникалық маңызы жоқ. Алайда, егер зәр шығару белгілері болса, дәрігеріңізбен сөйлесуіңіз керек. Себебі үлкейген простата кезінде зәр шығару жолын бітеп тастауы мүмкін. Сондықтан қалыпты простата безінің көлемі үлкейіп, бұл жасқа байланысты қалыпты жағдай. Бірақ егер сізде қандай да бір ерекше зәр шығару белгілері болса, дәрігеріңізбен кездесуге тиіссіз.